Атырау қаласының оң жағалауында орналасқан нөмірі 5-ші су сүзгі станциясы жыл соңында пайдалануға берілмек. Бүгінде жұмыстар қарқынды жүріп 80%-ға аяқталған. Бұл нысанның құрылысы аяқталғаннан кейін тәулігіне 50 мың текше метр су тазалайтын болады. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп тұрғандай нөмірі 5-ші сүзгі станциясының құрылыс жұмыстары 80%-ға аяқталып тұр. Атап айтқанда бұл жерде қалқымалы су сору станциясы дайын. Онымен қатар бірінші, екінші водоподъем деп айтамыз. Ол жұмыстар су көтергіш станциялар олар дайын болып тұр. Сосын мына су қоймасы 10 мыңдықтан 10 мың текше метрден 3 су қоймасы дайын тұр біздерде. Жалпы жылдың аяғына дейін түгелдей құрылыс жұмыстарын аяқтап, станцияны іске қосу жоспарлануда. Сонымен қатар енді бұл станция іске қосылғаннан кейін бұнымен қосымша қазір нөмірі 6-шы сүзгі станциясының жобасы жасақталуда. Жоба жасақталып болып сараптама оң қорытындысын алғаннан кейін оның құрылыс жұмыстары басталады. 5 пен 6 станциялардың құрылыс жұмыстары түгел аяқталғаннан кейін Атырау қаласын сумен қамтамасыз ету мүмкіндігі түгел 100%-ға бітеді.